Абу Ханифаның көзқарасы бойынша уақып біреудің бір затты өз меншігіне алып, одан түскен пайданы кедей кепшіктерге, жақсылыққа, Алла жолында жұмсап тұру дейді екен. Яғни өз дүние өзінің атында тұрады дейді екен. Бірақ Абу Ханифада екі көзқарас бар екен. Екі жағдайда ғана өзінің дүниесі өзінің атынан шығады деген екен. Егер адам қайтыс болып, қазы үкім шығарса, сол жердегі қазысы үкім шығарып, осы кісінің дүниесі уақып болсын деген үкім шығарса, екінші, ол кісі тірісінде өсиет еткен болса, мына мен өлгеннен кейін бұл дүние уақыпқа жұмсасын, уақыпқа аталсын деген екен. Енді ол кісінің екі шәкірті шариғатта Ханафи мазхабы бойынша пікірі, үкімге алынатын екі шәкірті Абу Юсуф пен Мұхаммед аш-Шайбанидің пікірі бойынша адамның дүниесі уақыпқа арналса, ол бірден өз меншігінен шығып, Алла меншігіне арналып, Алланың меншігіне өтеді дейді. Осындай көзқараста. Имам Шафиғидің, Имам Хамбалидің де көзқарастары осында. Имам Маликтің көзқарасы бойынша тура Абу Ханифа сияқты оларда дүниесі өзінде тұрады. Бірақ ол Имам Малик мазхабындағылардың ғалымдарының ішінде солардың бір көзқарастарында уақып егер мешіт болған болса, ол Алланың мүлкіне өтеді деген көзқарастар да бар. Енді сөзсіз енді Шафиғи мазхабы, Хамбали мазхабтары бірден Алланың мүлкі дейді. Жаңағы Абу Ханифадағы Мұхаммед пен Абу Юсуфтың көзқарастарда Алланың мүлкі деп өтіп кетеді дейді. Мешіт болса тіпті ешқандай сөз жоқ. Ал Абу Ханифа жоқ, өзінде қалады.